Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы сөйлем мүшелері. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбымен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау, сөйлемнің тұрлаулы, бастауыш, баяндауыш және тұрлаусыз мүшелерін ажырату. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын психологиялық дайындық өткізейік. Ол үшін тақтаға назар аударамыз. Тақтадағы берілген сөйлемді барлығымыз бірге қайталап айтамыз. Оқып білім аламыз, біз көңілді баламыз. Қазақ тілі пәнінде тапқыр алғыр боламыз. Жарайсыңдар оқушылар. Оқулықтағы 97-ші беттегі бірінші жаттығуға назар аударамыз. Сәулетші деген мәтін берілген. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Оқушылар, сәулетші деген кім? Деген сұраққа жауап беріңіздерші. Жарайсыңдар оқушылар. Енді екінші жаттығуда назар аударайық. Сөйлемдердің тыныс белгісін дұрыс қойып жаз. Оқушылар, екінші тапсырманы жүктеп орындайсыңдар. Сөйлемді көшіріп болғаннан кейін бір-бірлерінің қателерінде тексеріңдер. Оқушылар, орныңыздан тұрамыз. Тақтаға назар аударамыз. Тақтада берілген сөздерді барлығымыз бірге қайталаймыз. Қолда алтын қалағым, сәулем үйлер саламын. Ертең мен де елсеген құрылысшы боламын. Қолда темір қалағым, саздан сарай саламын. Өз қаламынан аумайтын әсем қала саламын. Оқушылар, енді топтық жұмыс жасайсыңдар. Сендердің алдарында А4 қағазы таратылған. Қағазда әр топқа әртүрлі сөйлемдер берілген. Сендерге тапсырма, сөйлемдегі берілген ойды аяқтап жазу. Оқушылар, жұптық тапсырма, сөйлем құрастырып. Оқушылар, тақтаға назар аударыңыздар. Тақтада сөйлемдерден берілген сол сөйлемдерді жұппен құрастырып жазыңыздар. Сөйлем құрастырып болғаннан кейін әр сөйлемге сұрақ қойыңдар. Бірінші топқа тапсырма. Асқар құрылысқа барды. Асқар қайда барды? Асқар не істеді? Сөйлемде қанша сөзге сұрақ қойылды? Екінші тапсырма. Қалада биік үйлер салынды. Бұл сөйлемде қанша сөйлем мүшесі бар? 4 сөйлем мүшесі бар екенін қайдан білдің? Жарайсыңдар оқушылар. Тақтада берілген ережені дәптерімізге жазып алайық. Оқушылар, тақтада бағдаршам суреті жабыстырылып тұр. Алдарындағы стикерлерді бағдаршамдағы әртүрлі түстерге жабыстырасыздар. Бағдаршамның қызыл түсі мен бүгінгі сабақта түсінбедім. Сары түс маған әлі де түсініксіздеу. Жасыл маған бәрі түсінікті. Жарайсыңдар оқушылар. Үйге тапсырма 3-ші жаттығу. Оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.